Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен тағы да Арайдың асханасы. Испанский чизкейк дайындайтын боламыз, қыздар. Бұл, оказывается, өте оңай жасалады екен. Алдымен творожный сырымызды ыдысымызға салып аламыз. Мен миксердің, осы кухонный комбайн бар, соның көмегімен араластырдым. Миксермен араластыруға да болады, қыздар. Қантымызды қосып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Одан соң жұмыртқамызды бірлеп саласыздар, қыздар. Бірден бәрін салып жіберуге болмайды. Бір жұмыртқа саласыздар, араластырасыздар. Тағы да бір жұмыртқа салып, солай жеке-жеке араластырып отырамыз. Жұмыртқаларымыз біткеннен кейін салқын сливки міндетті түрде 33% жоғары болу керек. Салқын сливкиді құйып, одан кейін бір массаға жеткенше араластырасыздар. Мінекей осылай қою сметана бар ғой, қаймақ, сондай сияқты масса болуы керек. Ең соңында осылай алып, ең соңында міне қараңыздар, дәл осындай қою масса болады, қыздар. Кукурузный крахмалымызды қосып, астынан жоғары қарай араластырамыз. Мінекей дәл осылай болып шығады. Кукурузный крахмал толықтай ерігенше араластырасыздар. Менде форма 18 сантиметрлік. Егер одан да үлкен, мысалы 20-22 сантиметрлік форма болса, тогда сіздердің чизкейктарыңыз пәс болып қалады. Сол үшін 18 сантиметрлік форма идеальный чизкейк үшін. Пергаментный қағазбен осылай жан-жағына қойып шығамыз, себебі біздің чизкейгіміз 2 есе үлкейеді. Пештеріңіз міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Қызып тұрған пеште 220 градуста 45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей пісіп шықты. Ешқандай формадан алмайсыздар. Толықтай суығаннан кейін холодильникке бір күнге қалдырамыз, қыздар. Мен бұл жерде толықтай суығаннан кейін бірден кесіп алдым. Сол үшін кішкене арасы осылай жұмсақ болып тұр. Егер сіздер холодильникте бір күн ұстасаңыздар, ортасы толықтай қатып шығады, қыздар. Соны ескеріңіздер. Ешқашан жылы күйінде кесуге болмайды. Соны ескеріңіздер. Қалаларынша әртүрлі фруктымен, әсемдеп, немесе шоколадпен ұсынсаңыздар да болады. Мінекей қараңыздаршы, енді бомба чизкейктердің бірі ғой. Өте оңай, тіпті торттан да оңай жасалады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.